Allah'a en sүйікті insan başkalarına пайдалуысы, балдарыңа пайдалы бол. Ömür жолдашыңа пайдалы бол. Ümmetine пайдалы бол. Ve habla amal ilallah. Allah'a en sүйікті amal. Sururun tudkhil ala muslim. Bir musulmanға қуаныш тартулы. Біреуді қапа қылба. Жоқ дегенде біреуге қуаныш тартулы. Ау такшиф анху курбатан. Же bir musulmandың başынан қиыншылықты жой, жардам бер. Машинасын түртіп бер, оңды бер, başqaға. Ау тағзи анху дайнан. Же біреудің қарызын төлеп қой. Ау татурланху жуан. Же біреудің ашқалығын жойып қой. Еми хадистің айтайын дегенде десе бармақ баса тұрған жер ушул жер. Пайғамбар хадисте айтып келді дағын. Жоғарыдағы Аллаға ең сүйікті инсан адамдарға пайдалуысы, Аллаға ең сүйікті амал біреуге қуаныш тартулау, же біреудің құрсағын тойғызу, же біреудің қарызын төлеу, же біреудің орышын жеңілдету дегенін пайғамбар айтты. Вали ан амши ма ахин муслим, бір мұсылман менен жүрүүм дейді. Фи хажатин, бір мұсылманның қажетіне жардам берейін деп чурға жүргендігім, ахаббу илайя мин ан а'така фил масжид шахран, bir musulmanның қажетіне жардам берем деп жүргөнім дейді пайғамбар. Өзімдің Мадинадағы мечітімде дейді, bir ай иткап отырғаннан жақсырақ дейді. Көңіл бұр. Пайғамбар айтсам мечітте bir намазың минге жүреді. Bir тасбих минге жүреді. Пайғамбар айтады, bir мұсылманға жардам берем деп қажет үшін барғандым, мен үшін дейді. Bir жетімге көмір алып берем дедің, оқу кітебін алып берем дедің. Ушулардын көчөтүнө отургузуп берейин дедиң. Ушуларга суу чыгарып берейин. Ошолорго бир мусулман кажетине басып жүргөнүм менин мечитимде bir ай ибадат кылып отургандан жакшыраак, сүйүктүүрөөк дейт.